Саған 14-14-тен шақырту келсе, бұл бірден әскерге кетесің деген сөз емес. Ең бастысы саспай не істеу керектігін білу. Егер шақыру қағазы немесе SMS саған қыркүйек айында келсе, сенде шекара қызметіне баруға нақты мүмкіндік бар. Бірақ ол үшін орта немесе жоғары білімің болуы қажет. Құжаттарың толық дайын болу керек. Және ең бастысы полиграфиялық тексерістен өтуің міндетті. Ал егер шақырту қазан-қараша айларында келсе, онда бұл сені десанттық шабуылдау бөлімдері, барлау күштері немесе еліміздегі жалғыз теңіз жаяу әскері күтіп тұрған білдіреді. Бірақ есіңде болсын, бұл бөлімдерге кез келген адам алынбайды. Сенде темірдей тәртіп, мықты физикалық дайындық және мінсіз медициналық тексерістен өту талап етіледі. Осы сынақтардың бәрінен сүрінбей өтсең ғана әскерге жол ашылады. Ал аттанар сәтте үйдегілермен қоштасу оңай болмауы мүмкін. Бірақ жүрекке үміт сыйла. Алда сені үлкен жол, жаңа белестер мен өмірлік сабақтар күтіп тұр. Бұл сын сағаты, бұл ерлік жолының бастауы.